Мен Абилова Раукен Оразалықызы, әйелдер қозғалысының белсендісі. 2021 жылдан бері бұл әйелдер қозғалысын басталғанына міне 4-ші жыл болды. Біз осы 4 жылдың ішінде қаншама аумақтарда, ауыл аймақтарда, қалалардың ақжаулықты аналардың жырын айтып келе жатырмыз. Осы біз мемлекетпен, елбасымызбен халықтың арасындағы көпір болып келе жатырмыз. Осы ақжаулықты аналардың зары қазіргі кезде біздің ақжаулықты аналарды тізе бүктіріп, осындай қанша жерге барып алдарынан өтілсек те әлі де бір нүкте қойылмай келе жатыр. 4 жылдың ішінде қаншама депутаттардың алдынан өтілдік, алдарына категориямен де шығатын, ауруы бар, сырқауы бар, жаңағы мүгедектігі бар да, мүгедектігі жоқтарда аналардың зарын жеткізе алдық деп ойлаймын. Енді біздің бюджетте ақша жоқ деп шығарып салады, ол деген дұрыс емес. Оңды солды шашып, бюджеттегі ақшаны шашқаннан басқа оның тиімді жағын ойластырмайды. Біз өте назымыз қара қазандай, Қазақстан әйелдерінің назы қара қазандай. Сондықтан да отырған депутаттар мен министрлерге айтарымыз, әлі де кеш емес, ақжаулықты аналарға зейнет жасын төмендетіп, жұмыс жоқ, бірнеше программаларды кіргізді. Олардың барлығы, может, 1-2 адамды ғана байыту ғана шығар, біреуге көмектесіп жатқан шығар, но халыққа көмектесіп жатқан жоқ. Ол программалардың барлығының 20 жылдан бері келе жатырмыз, барып жатырмыз. Сол программаларға ешқайсына біз сияқты аналарға көмектескен емес. Осындай ауылдағы аналардың кейбіреулерінің пенсиясын қарасаңыз, көрсеңіздер, 27 мың деген, 27 мың. Кейбір аналар ондай 27 мыңды мүгедек балаларды бағып отырып, еңбек өтілі жоқ болып қалды. Кейбір аналар жұмыс жоқтығынан, ауылды жерде жұмыстың тапшысынан зейнет қорын жинай алмады. Осының бәрін айта келгенде, біз ойлаймыз, ақжаулықты аналарды 61 жастан, 28 жылдан кейін 61 жасты көтермей, керісінше 28 жылға дейін осы 58 жаста жедел түрде бірнеше категорияны белгілеп береді. Сол бірнеше категорияның қарап, Қазақстан әйелдерінің зейнетке жасын жедел түрде шығаруын талап етеміз, бүкіл Қазақстан әйелдері.